Ресей мен Польшаның ортасында атақты қатын қырғыны болды. Бұл қатын қырғыны деген сол Польшада үлкен жаңағы қатын деген орман болды. Ол орманның аты неге қатын? Оны зерттесең, ол да үлкен әңгіме. Ол да үлкен әңгіме. Ол қайдағы әңгіме? Бізде мынау қатын қарағай деген бар. Оны мынау орыс қол болып кеткен өзі орысша атағанды жақсы көретін, абырой көретін мына орыс құлдар оны қатон қарағай деп өзгертіп алды. Ол қатын қарағай, кәдімгі қатын қарағай қазақша. Мына Польшадағы сол атақты қырғын болған жер, ол да сол кәдімгі қатын деген орман. Ол енді оның ескі арғы заманы қайдан шықты, оны енді түркологтар ма, тіл ғалымдар зерттеді. Осы қатын орманында өте үлкен сұмдық оқиға Сталин кезінде болды. Өте үлкен. Бұл оқиғаның сұмдық болғандығы соншалық бүкіл Польша халқының интеллигент зиялысы, діндары, ғалымы, инженері, докторы, профессоры, содан 25.700 адамда, жаңылмасам 25.700 ғой деймін. Кеше бұл туралы ақпараттарды естіп отырғанда сан цифрларын жазып алған, қазір көрейін. 25.700 адамды Сталин кезінде қырып тастады. Оның барлығы тұтас осы ұлттың қаймағы, ең алтын, ең асыл адамдар болған. Соны қырып тастады. Бұл қырғын енді бұлайша айтқан кезде польшалықтарды мәңгі бақи ұлтының ең бір сапалы сортынан айырып тастады. Ең бір сапалы сортынан, ең бір ұлттың керемет қаймағын, ең бір сапалы сортын сөйтіп қырып тастады. Енді айтсақ бұл әңгіме көп, тағы тарихқа қысқаша бір қайталамалы, шегінбелі сапар жасайық. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында Германия фашизм менен Совет одағы фашизмі, яғни коммунистік фашизм өзара ымыраласады. Сөйтіп, Гитлер мен Сталин бір-біріне өзара сұғанақтық жасамау туралы 10 жылдық келісімге келеді. Сол 10 жылдық келісімнің аясында Совет одағы Германия менен одақтас болады. Және бұл жерде қараптан қарап отырып, ортадағы Польшаны екіге бөліп алу жоспарын жасайды. Сөйтіп, неміс фашистері, герман фашистері, кәдімгі қызыл фашист, совет коммунистері мен орыс фашистері менен бірлесіп, бүкіл осы Еуропа Азияны бөлу жоспарын жасады. Гитлердің жауыздығы менен зұлымдығын асқындыра түскені Сталиннің оған деген қолдауынан деп айтуға болады. Ал сөйтіп, Польшаның совет жағын совет әскері басып алады. Ал батысын Германның фашистері басып алады, білесіздер. Бұл өткен тарих. Енді сол Польшаның совет жағын басып алғаннан кейін Берия Сталинге келеді. Сталинге ол доклад жасайды. Мынау қолға түстік 25.700 Польшаның ең атақты ғалымдар, ең атақты интеллигенттері, зиялылары, жазушылары, саясаткерлері, ғалымдары, профессорлары, инженерлері, тапқырлары, ішінде тіпті дін мамандары бар. Бұлардың барлығы мен кезіктік, біз сендерді коммунистік жолға салайық, сендер мынау дұрысталыңдар, сендер мынау үріп шіріген батыстық коммунистік жүйедесіңдер, енді сендерді біз жаңағы үріп шіріген батыстық капиталистік жүйедесіңдер, біз сендерді коммунизмге әкелейік. Олардың барлығы антикоммунизмшіл болады, олардың барлығы жаңа Берияның аузын жауып тастайды. Ол коммунистік жүйенің ешқашан оңған жүйе болмайтынын олар дәлелдеп тастайды. Ғалымдар жаңағы, сосын олар біз тәуелсіз Польшамыз, сендердің неғып бізге кеп ақыл айтатын жөндерің бар. Сендер бізге жақсылық жасайтын болсаңдар, өстіп қынадай қырып, басқыншылық жасап барып істейсіңдер ма деген сияқты.
Ал Берияның жаңағы шовинистік зұлым пиғылына бұл қатты келмейді. Берия олардан жаңағы Ләббай бегім дейтін, шапсаң басым міне дейтін құлдар жасағысы келді. Бірақ Полшаның жаңағындай интеллигент зиялысы олар орыстардың алдында тізе бүкпеді. Біреу де келіскен жоқ. Біреу де орысқа бағынатын Полшаның жаңағы орыстың итаршысы болып өзінің халқын сатып жұмыс істеуге келіскен жоқ. Нәтижесінде Берия бұны Сталинге доклад жасайды. Берия ұсыныс жасайды. Мыналардың барлығын қыру керек дейді. Егер мыналарды қырмасақ, мыналар дұрысталмайды, мынау Полшада біз социализмді іске асыра алмаймыз дейді. Сталин айтады. Дәл сол кезде Сталин енді онсыз да бүкіл шешімді өзі қабылдап отырған Сталин айтады. Онда Молотовты шақыр, Молотов біз барлығымыз коллектив шешім шығарайық. Онсыз да Сталин оларды өлтіріп тастауға дайын тұрған адам. Онсыз да оны қырып тастауға дайын тұрған адам. Сөйтеді де Молотовты шақырады, үшеуі отырып кеңеседі. Онда өлтірейік дейді. Сөйтіп бүкіл Полша халқының 25.700 ең сапалы адамдар, ең сұрыпталған адамдар, әр саланың ең мықты мамандарын, ең ақылмандарды алады да өлімге үкім етуге үшеуі келіседі, Сталин қол қояды. Сөйтіп оларды сол Сәбет әскер жаулап алған жерден жаңа күніне 200-300 адамды тұрақты түрде ауаша жерасты бөлмеге алып барады. Жаңа қолдарын артына қайырып тұрады да шүйдесінен атады. Атқанда Германияның мылтығымен атады. Германияның сол кезде дүниеге әйгілі жаңағы қол мылтығы пистолеті бар, сонымен атады. Сөйтіп ол Германияның ол мылтығының оғы барлығы бұлардың қолында күні бұрын жасақталған, дайындалған, сөйтіп оны сөйтіп атады. Күніне 200-300-ден атып отырады. Сөйтіп оның дереу суымен жуып жаңағы жерасты бөлмесін екіншісін шақырады. Ол әрбір 200-300 адамды алып кетіп отырған кезде олар өздерін жаңағы өлтіретінін кейбірі білмейді, қоштасып, азаттыққа, еркіндікке шыққан сияқты болып рахметін айтып, айналасындағы түрмелестермен қош айтысып кетеді, бірақ сол қош айтысқаннан көбілі. Бірақ ана ауаша бөлмеге алып барғанда орыстардың пиғылынан, ниетінен олар өздерін өлтіретінін сезеді де, сол өлетін кезінде соңғы рет мойындағы крестерін алып шығып, крестін сүйген бетінде өледі. Көбі солай болады. Енді соларды өлтіргеннен кейін күніне 200-300-ін олар сол жаңағы қатын орманында көмеді. Кәдімгі жер қазғышпен жерді қазып тұрып, сосын оны кәдімгідей өлтіреді. Сол қолы артына байлаулы күйінде, орыстардың өздерінің арнайы бір дәстүрлі байлау нелері бар, сонысымен байлап тұрып жаңағыларды өлтіріп тастап отыр. Көміп тастап отыр.